Қазақ еліме, қарашы қазақ жеріме, кең өлке сарыарқасы, берекеден алқасы, мерекенің алқасы. Ахмет Байтұрсынұлы, оқуға шақыру. Балалар жатпауы, құрға босқа, қонып киімдер шапшаңырақ, қарап тұр терезеден күн жылтылап. Бүгінгі де тілі жоқ сөйлей алар батырдым. Қазақ емес нәпсім үшін сатылдым. Қор еліктеп ұлдарым, кебін киді қазағым, мен сен үшін атылдым. Алаш құрбандары Әлихан Бөкейханов. Қазақтың бүгінгісі оңған екен, Алаштың армандаған күні қайда екен, 20 ғасырдың нар ұлдары 21-де былай деп айтпаспа екен. Мақсат еді намысты арды қорғау, әнұранды жерді, елді, тілді сақтау. Күн мен түннің ортасы еңбек қылғанның қалайша бұл іспенен қазақ жалқау. Міржақып Дулатов, оян қазақ. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлып, хал арам боп. Қарағым, енді жату жарамасты. Найза менен түртсе де жатырсын қазақ оянбай. Мұнша қалың ұйқыны ердің бізге оялай. Ахмет Байтұрсынұлының қанатты сөздері. Адам мінезі ойының түрінен, көңілінің күйінен, істеген ісінен білмейді. Ахмет Байтұрсынұлы, болып болуға лайықты кісі, халық сөзін тыңдай білетін, жөн мен жолды көрген, жұрт сөзін тыңдай алатын, құрметтейтін кісі. Қазақ балалары бірігіп, түзе қосып іс қылса, халықтардың мақсаттарын орындады. Байлығы сарқылмас